Біздің екінші айтпағымыз бұл Омбы қаласында шыққан 1888-1902 жылдар аралығында Омбы қаласында дала генерал-губернаторлығының органы болып саналатын Дала уәлаятының газеті. Дала уәлаяты газетінің сол кездерде орыс редакциясын 3 адам басқарса, қазақ редакциясында да 3 адам жауапты болған. Олар Дінмұхамед Сұлтанғазин, Ешмұхамед Абылайханов және Рахымжан Дүйсенбаев. Не осы 3 азаматтың шебер ұйымдастырушылығыменен және өте білімдарлығыменен өзінің ұлтына деген, халқына деген жанашырлығының арқасында газет көптеген уақыт шығып тұрды. 1902 жылдан кейін газет ауыл шаруашылығы хабаршысы деген атпен шығады. Дала уәлаяты газетінде 1888 жылдан бастап жаңа жоғарыда айтып өткен Түркістан уәлаяты газеті сияқты 2 бөлім болды. Ресми және ресми емес. Сөз басында айтқандай, алғашқы бөлім сол бұйрық жарлыққа арналса, екінші бөлімде ресми емес ақпараттар, яғни ресми емес материалдар жарық көрді. Оларда мысалы халқымыздың мәдениет салт дәстүрі, білім ғылымы, жағрапиясы, этнографиясы, тарихы, заң сияқты салалар қамтылды. Біздің әңгімеміз осы екінші бөлімнің айналасында өрбімек. Дала уәлаяты газеті де Түркістан уәлаяты газеті сияқты 3 тілде жарық көрген жоқ. Түркістан уәлаяты газетін біз қазақ, орыс және өзбек тілінде, ара-тұра қырғыз тілінде жарық көрді дейтін болсақ, Дала уәлаяты тек қана орыс және қазақ тілдерінде жарық көрді. Бір ерекшелігі, Түркістан уәлаяты газеті аударма газет болатын болса, орыс тіліндегі жарық көрген материалдар қазақ тіліне мәтіндік түпнұсқалық тұрғыда аударылып берілетін болса, Дала уәлаяты газетінде мәтіндер таза қазақ тілінде шығып отырды. Бірді-екілі материалдар ғана орыс тілінен аударылып берілмесе, негізінен газет бетіндегі материалдар таза қазақ тілінде жарық көрді. Дала уәлаяты газеті Түркістан уәлаятымен салыстырғанда өзінің жергілікті жерлердегі аймақтарда меншікті тілшілерін ұстауға қауқары жетті. Мәселен, Баянауылда Мәшһүр Жүсіп Көпеев, Павлодардан Отыншы Әлжанов, Асылғожа Құрманбаев Семейден, Барлыбек Сыртанов Алматыдан. Міне сол сияқты Қарағанды, Қарқаралы аймағынан Әлихан Бөкейхан сияқты азаматтардың материалдары газет бетінде жарық көрді. Әрине, бұл аталған азаматтар сол замандарда газет бетіне өз аттарыменен, өз аты жөндерімен материал жариялай алмады көп жағдайларда. Себебі газет бетінде Ресейдің ішінде болып жатқан оқиғалар, баспасөзде болып жатқан, бұқаралық ақпарат құралдарында болып жатқан оқиғалар қазақ жеріне өзінің әсерін тигізбей қоймады. Соның салдарынан қазақтың зиялы қауымы, оқымыстылары, публицистері өздерін көп жағдайда бүркеншік есімдермен жариялап отырды. Мәселен, Асылғожа Құрманбаев, болмаса Отыншы Әлжанов сияқты азаматтар Отыншы, сонымен бірге Орта жүз, Бабай бүркіт деген сияқты, Алатау баласы деген, Қыр баласы деген бүркеншік есімдермен материалдар жариялап отырды. Бірақ бұл материалдардың барлығында да төтесінен билікке қарсы болмаса да арасында жаңағы цензураның түсінетін, цензураның жаңағы сыннан өтпейтін материалдарда кездесіп тұрды. Дала уәлаяты газеті қазақ халқының қазіргі таңда біздің әдебиетіміздегі, мәдениетіміздегі, болмаса қазақ тіліндегі, әдебиетіндегі көптеген әдеби нұсқалардың барлығын осы әуелде осы Дала уәлаяты газетінде жарық көрді десек қателеспеген боламыз. Неге десеңіз, 1962 жылдар шыққан, 73 жылдар шыққан әдеби мұра деген әдеби нұсқалар жинағында сол Дала уәлаяты газетінде жарық көрген материалдардың барлығы жинастырылған. Яғни, Дала уәлаяты газеті халқымыздың мәдениетін, әдебиетін насихаттаушы бірден-бір бұқаралық ақпарат құралы екені. Сонымен қоса, Қазақстан тарихының дереккөздік базасының негізін қалайтын жаңағы дереккөз ретінде де танимыз. Дала уәлаяты газетінде әдебиет мәселелерінде жаңа сөз басында айттық, көптеген біздің жазушыларымыз атсалысты, аудармашыларымыз атсалысты, ақындарымыз, жазушыларымыз атсалысты деп. Солардың қатарында мысалы Отыншы Әлжановты, болмаса Асылғожа Құрманбаевты мысалға алуға болады. Осы аталған азаматтардың Дала уәлаяты газетінде жарық көрген бірді-екілі материалынан мысал келтірейік. Мәселен, Сағатик көз деген материал Дала уәлаяты газетінде жарық көрген 1889-90 жылдардың аралығында. Мұнда
Дала уәлаяты газеті бір оқиғаның мысалында әңгіме өрбітеді. Сонау шығыстан үлкен керуен келе жатады. Бір азамат сол көшке қарап тұрады, бірақ ол азаматтың көзі көрмейді. Ол Алладан тілейді. Алла тағала маған көз жанарымды бір сағатқа көрсетші, көз жанарымды бір сағатқа ашшы. Сол кезде Алла тағала өмірде ешқандай күнә жасамаған пәк адамның тілегін қабыл алып, оның көзіне жанар береді, көзіне сәуле енгізеді. Ол адам шығысқа қарап отырса, шығыстағы кетіп бара жатқан көшті, құлағымен естіп отырған көшті көзімен көреді. Сол көштен қандай көріністерге көз түседі? Алдыда келе жатқан үстем тап, байлардың соңдарынан еріп келе жатқан, ауыр жүкті көтеріп келе жатқан құлдарды қамшының астына алып сабағанын көреді. Үлкен үстем тап өкілдерінің қиянатын көреді. Бұл өмірдегі көптеген әділетсіздіктерді көріп, Алла тағаладан айтады: мың мәртебе сізге рахмет, бір сағатқа болсын осы көз жанарымды маған бергеніңізге. Себебі мен мына өмірде өзімді шексіз бақытсыз санап жүредім. Керісінше мен егер көзім көретін болса, жаңағы үстем тап өкілдерінің қатарында боларым едім. Мен де солар сияқты адамдарды азаптарым едім. Сондықтан мың сәт сізге алғыс деп айтады. Міне бұл мысалдан біз не түсінуімізге, не түйуімізге болады? Сол уақыттардағы қоғамдағы әлеуметтегі әділетсіздіктерді, сол уақыттардағы адамның қанауы, адамның еңбегінің қанауы сияқты мысалдарды газет осындай мысал ретінде, аңыз ретінде жеткізе білуі. Екінші бір материал адам һәм оның ғұмыры деп аталады. Бұл материалда да бұл материалдың әдеби нұсқа ретінде саналғанмен, бұның тәрбиелік мәні өте зор. Адам баласы дүниеге келгенде деп басталады әңгіме. Адам баласы дүниеге келген кезде Алла тағала оған қызмет атқаруға ең алғаш итті жаратыпты. Оған итке айтыпты: мен саған 10 жыл өмір берем. Сен мына адамның 10 жыл өміріне қосымша ең сенімді адамы боласың. Сен бұның айтқанының бәрін орындайсың. Сен бұған өте адал қызмет атқарасың деп. Сол кезде ит айтыпты: маған соншалықты ғұмырдың қажеті жоқ, сіз маған 10 жыл ғұмыр берсеңіз де жетеді дейді. Сол кезде адам ашкөзденіп, итке берген 20 жыл ғұмырдың 10 жыл маған беріңізші деп сұрап алады. Келесі Алла тағала есекті жаратыпты. Бірақ есекке айтыпты: сен мына адамның алыс жолын жақындатасың, ауыр жұмысын жеңілдетесің, адамға көмекші боласың. Сенің етің арам, бірақ сүтің адал, еңбегің адал болады. Сенің бар ғұмырың адамға қызмет етуменен шектеледі дейді. Саған да 20 жыл ғұмыр бердім деп. Сол кезде есек ондай азапты өмірдің маған не қажеті бар деп, маған 10 жылда ғұмыр жарайды деген кезде, адам тағы да ашкөзден оның 10 жылын маған беріңіз деп Алладан сұрап алады. Одан кейінгі кезекте адам маймылды жаратады. Маймылды жаратқан кезде саған да 20 жыл ғұмыр берем, бірақ адам баласы болғаннан кейін бұл тез шаршайды, бұның қиындықтары көп болады, азаптары көп болады. Сондықтан сен бұның көрген қиындығын, азабын жеңілдетесің. Шаршаған кезде оны күлдіресің, оның арам ойларынан, жаман пиғылдарынан азат етесің дейді. Сонда маймыл ренжіп: неге маған соншалықты азапты ғұмыр бересің, маған 10 жылда жарайды ғой дейді. Сөйтіп, маймылдың 10 жылында адам өзіне жамап алыпты дейді. Енді қарап отырса, алғашқы 30 жылы адамның шат-шадыман, бақытты кезеңдермен өтіп кетеді екен. Одан кейінгі өмір 10 жыл иттің өмірі басталады дейді. Яғни сен өзіңнің жаңағы үйің үшін, бала-шағаң үшін сырттан үйге қарай тасып, жаңағы сол тасыған дүниелеріңді жаңағы қорып, ешкімге бермей, соның күзетшісіне айналады екенсің. Одан кейінгі өмірде немерелеріңіз, шөберелеріңіз пайда болғанда солар үшін жұмыс істеп, оларды қалай жеткізсем, балаларыңыз үшін жұмыс істеп, соларды қалай жеткізсем, оларға қалай жақсы қызмет атқарсам деп, жаңағы есектен алған 10 жыл өмір сонымен өтеді екен. Одан кейінгі 10 жылда маймылдың өмірі, яғни сіздің немерелеріңіз, шөберелеріңіз пайда болды. Олар сіз келініңізге, балаңызға қарап отырасыз. Сіздің жасыңыз келді, сіз қартайдыңыз. Сол кезде сіз аурушаң боласыз.
Сол кезде сіздің көзіңіздің қуанышы болған немерелеріңіз кейде сіздің тіліңізді алмайды, ренжітуі мүмкін. Сол балалардың көңілін табу үшін сіз сол маймыл сияқты көп жағдайда көңілін табамын деп өзіңіздің көңіліңіз қаламаған еркіңізден тыс әрекеттерге барады. Маймылдың ғұмырында, яғни маймылдан алған 10 жылда жүрген күндердің бір күнінде адам әбден шаршап шалдығып бір жаққа қарай қисаяды. Сөйтіп оның өмірі, мына дүниедегі фәнидегі өмірі аяқталыпты дейді. Міне осы әңгімеде де, осы материалда да Дала уәлаяты газетінің журналистері ата-анаңызға қазіргі бастан бастап қадірмен, құрметпен қараңыз. Олардың сізге көзқарасын, сізге деген аналық мейірімі, аталық құрметін аялай біліңіз дегенді ұқтырса керек. Дала уәлаятында әдеби нұсқаларының ішіндегі інжу маржандары қатарына саналатын бұл кім бақытты деген аңыз. Ол әңгімеде тағы да мысал ретінде әке мен баланың диалогы келтіріледі. Баласы әкесінен сұрайды: әке, осы дүниеде ең кім бақытты адам кім деп. Сол кезде әкесі айтады: балам, бұл дүниедегі бақытты адам Афина қаласында тұрады дейді. Сол кезде ол кім, ол туралы айтып беріңіз деп баласы әкесінен қиылып сұрайды. Сонда әкесі айтады: сонау Афина қаласында бәленбайыншы ғасырда бір үлкен азамат тұрған екен. Ол азаматтың көршісі атақты Салон патша болыпты. Сол Салон патша сұрапты: менен асқан бақытты, менен асқан дәулетті адам жоқ деп. Сол кезде жаңағы Афина қаласында тұратын адам данышпан айтыпты: жоқ, сен бақытты емессің. Сен өзіңнің адамда уәзірлеріңді жұмсайсың. Олар сенің айтқаныңды әркез біркелкі орындай бермейді. Сен өзіңнің әйеліңнің айтқанынан шығамайсың. Оның айтқанын бұлжытпай орындайсың дейді. Сонда Салон ойланып: ондай болса маған бақытты, осы дүниеде бақытты адам тауып алып келіңдер деп тапсырма береді. Сөйтіп жүріп іздесе, сол Афина қаласында бір шеткі көшеде бір қарапайым азамат тұрып жатыпты. Әлгі адам сол адамның ғұмырын, сол адамның өмірін бақылап жүріп, Салон патшаға ертіп алып кепті. Бұл дүниедегі бақытты адам осы шығар деп. Сонда сұрайды: неге мен бақытты емеспін? Менің дәулетім де асып тұр. Менің бірнеше ең сұлу деген әйелдерім бар. Менің қару-жарағым бар, менің қолым бар, күшім бар. Сонда бұның қай жері бақытты? Неге бұны бақытты деп санайсыз дейді. Сонда жаңағы адамнан сұрайды: неге сен бақыттысың деп, өзің туралы айт дейді. Сонда ол азамат айтады: мен бала күнімнен адал еңбегімменен қызмет атқардым. Сіздің құзырыңызда болдым. Кейін үйлендім, дәулетті семья құрдым, отбасы құрдым. Сол кезде әйелім өзіме сай өте мейірімді, аналық махаббаты зор азамат болды. Сөйтіп біз үшеуміз 3 бала тәрбиеледік. Ол балаларымызды мейірімді қылып, адамгершілігі зор қылып, сонымен қоса білімді қылып, ойы азат, пікірі еркін қылып тәрбиелеп шығардық дейді. Сол кезде Салон ойланып қалады екен. Яғни осы әңгіме арқылы, осы материал арқылы біздің ұғатынымыз, газет журналистері оқырманына мынандай тамаша идеяны ұсынып отыр. Қазіргі таңда қазақ қоғамы әлі білім ғылымға толықтай қол жеткізбеген тұста, әрқайсымыздың мақсатымыз, міндетіміз ұрпағымызды аман-есен өсіп жетілдіріп, оған жақсы білім беріп, оларды адамгершілік тұрғыда жақсы тәрбиелеп, ұрпаққа аман-есен жеткізу. Міне осы идеяларды Дала уәлаяты газеті де әдеби нұсқалар арқылы да оқырманына жеткізіп отырған. Дала уәлаяты газетінің 1889 жылы шыққан нөмірінде біз адамзаттың алыбы Абай Құнанбайұлының өлеңі Көкбай ақынның атымен жарияланған «Жазғытұры болмайды қыстың сызы, масатадай құлпырар жердің жүзі» деген өлеңнің үзінділерінде осы газеттің бетінен қарастырамыз, осы газеттің бетінен кездестіреміз. Әрине бұл кезде қазіргідей жаз деп, болмаса сол кездегідей табиғат лирикасы сияқты көз деп қысқа атаумен берілмеген. Дала уәлаяты газеті сол кездегі журналистиканың жаңадан қалыптасып келе жатқанының мысал ретінде Көкбейіт ауылы Шыңғыс болысы Шыңғыстау тауының етегіндегі қазақтардың Бақанас өзенінің бойына көшіп жатқан кездегі түрі деген ұзақ атауменен жариялаған. Яғни уақыт өте келе, әуелгі кезде осындай ұзақ атаумен жарық көрсе, уақыт өте келе бұл атаулар,
бұл жаңағы әдеби нұсқалар өңделіп, реттеліп, жаңа түрінде газеттің бетінде жарық көрген. Мәселен, 1888 жылы газет бетінде Асан қайғы деген аңыз жарияланатын болса, 2 жылдан кейін тағы да сол Асан қайғы, араға 3 жыл салып, тағы да сол Асан қайғы мәтіні жарық көреді. Бірақ негізгі идея азаттық, Асан қайғының ел жер аралауы болғанмен де, ішіндегі кейіпкерлері, оқиғалар реті өзгертіліп, толықтырылып береді. Қорыта айтқанда, Түркістан уәлаяты газеті, Дала уәлаяты газеті қазақ әдебиетінің, қазақ мәдениетінің негізінде көптеген інжу маржандарымызды, қазақтың дәстүріне, қазақтың әдебиетіне, мәдениетіне үлгі болған інжу маржандарымызды халыққа жақындатып, таныстырып, оларды өлместей етіп ғасырлардан ғасырларға жалғады. Сонымен қатар, қанша дегенменен де сол уақыттарда Ресейдің жаңағы боданы болсақ та, Ресейдің отары болсақ та, елдің тәуелсіздігі, азаттығы, ойдың азаттығы, пікірдің азаттығы мәселелерін газет өзінің әлінше, қадірінше, қалам қадірінше газет бетінде үнемі жариялап отырды.